Құрметті қыздар, жігіттер, қараңыздар, именно осы здоровье нишасы бойынша айтатын болсақ, сіз бұл жерде конкуренттерді былай іздейсіз. Поискқа барасыз, ютубқа кіріп здоровье деп іздейсіз. Егер орысша канал жүргізсеңіз, қазақша болса денсаулық, ағылшынша болса health деп жазасыз. Жазғаннан кейін фильтр деген жерге барасыз. Добро пожаловать, папа. Сосын бірінші тұр ғой, по релевантности деген жерге по числу просмотров деп қоясыз. За все время по дате загрузки деген жерге сіз за эту неделю болмаса месяц деп қоясыз. Месяц деп қойсаңыз осы айды көрсетеді, бір айлықты неделю десеңіз бір апталық көрсетеді. Осыны басасызға применить деп қоясыз. Енді қараңыз, мен бір апталықты бастым, яғни осы апта бойы, яғни бір апта 7 күн бойы шыққан видеолардың қайсының просмотры өте көп, соны көрсететін болады. Мен мысалға қараңыз, мына жақта 6 күн бұрын шыққан бірде 2 миллион просмотров деп тұрады. Я тестирую 10 самых дорогих и популярных способов поддержания здоровья. Ты готов? Осыналарды қарасаңыз болады, шортстарда қарасаңыз болады, неше түрлі видеолар шығып тұр, который просмотр өте бешеный болып тұрған. Сіз осыларды қайталап түсірсеңіз болады. Себебі мына каналдар, мына видеолар тесттен өтті ютубтан, тесттен өтті деген сөз, яғни рекке шықты, просмотр өте көп болды деген сөз. Бұл видеолар шынымен де өтіп тұрғаннан кейін, сіз оны тура осылай қайталап түсіретін болсаңыз, сізде де осылай просмотр өте көп жинауға вероятность өте жоғары болады. Бірақ тура осылай қайталау деген сөз, ол тікелей сілтемесін алып, скачать етіп, қайттан ұрлап салу емес. Сіз өзіңіз түсіру керек, түсіріп өзіңіз салып отыру керексіз. Просто кішкене изменение жасап жібересіз, тақырыбы бойынша, обложкасы бойынша, или видеоның ішіне кішкене изменение қосып жібересіз. Ал былай біреудің видеосын скачать етіп, ботқа салып, ссылкасын алып, скачать етіп алып, как есть, бірге бір салуға болмайды. Ол кезде YouTube авторский право береді. Және де бұл видеолардың авторлары сіздің видеоларыңызды қарайтын болса, мифы и страшилки о женском здоровье, которые вредят нам веками. Яғни запрет беріп қояды айлыққа шығуға, сондықтан ол сізге де ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан бірге бір алуға болмайды вообще. Бірақ қайталасаңыз болады. Бұл айтқанда идеясын аласыз, видеосын алмайсыз, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мына жақта да 6 күн бұрын шыққан міне. Наверное, вы ели это с удовольствием, но сможете ли вы поверить, что именно этим вы... Қараңыз, қандай обложка жасады екен, қандай тақырып қолданды, и видеоны қалай жасады, ішін қалай айтты деген сияқты, қандай ақпарат бар, каналы қалай әсемделген, бәрін қарасаңыз болады. Мына канал кәдімгідей здоровье екен көрініп тұр да, жасыл түсті мысалы да. Осының бәрін қарайсыздар. Логотип қандай, обложкасы қандай видеолары өтімді. Вот өте әдемі, қара түсті и қызыл түсті қолданған, осындай нелерді қолданғанда өте әдемі болып тұр. Ішіне кіріп көрсеңіз болады. И популярный деген жерді көрсеңіз болады, қайсы өтіп тұр деген сияқты да. Бірақ мен сіздерге кеңес берем, что ең бір ай ішінде көп просмотр болып жинаған нені қолдануға, қайталауға, то есть идеяларды қайталауға кеңес беремін. 1 жыл, 2 жыл бұрын жиналған, то есть 1 жыл, 2 жыл бұрын салынған видеолар көп просмотр жинаған, ондай болса салуға болады, бірақ ол кезде 50-50-да сену, ол кезде сену кішкене қиындау болады. А вот жақында мысалға да, мынау қайсысы айтса болады, міне 6 күн бұрын салынған, мынаны қайталауға болады, мынау 4 фрукта для почек дегенді қайталауға болады. Одан кейін мынау 5 күн бұрын салынған чеснок на ночь дегенді қайталауға болады, осы ақпараттарды деген сияқты да. Бірақ өзіңіз қолдан жасау керексіз. Мынау осы канал видеосын тікелей ұрлап салуға болмайды, вообще болмайды. Ол арам ас болып қалады, бұл айтқанда ше, арам табыс болып қалады, ондайға жоламаңыздар. Қысқасы осы. Егер ағылшынша іздейтін болсақ, health деп жазып іздейсіз. Тоже осылай фильтрге саласыз. По релевантности просмотр за все время, жарайды месяц деп қойып, применить деп басамыз. Осылай іздейміз. Міне 8 күн бұрын салынған, уже 20 миллион жинап тастаған. Бірақ сіз дәл осыны жинасаңыз, 20 миллион сізде дәл осыны жинайсыз деген сөз емес. Мүмкін одан азырақ болады, бірақ вероятность өте жоғары болады да.
сіз сенімді болып саласыз да, былай айтқанда. Вот осыларды қарасаңыздар болады. Егер қазақша жазатын болсаңыздар, ну как денсаулық деп жазып іздейсіздер. Тоже осылай. Кейде ағылшынша орысша жазып болып кетеді. Бұндай жағдайда сіздер лучше каналды іздеңіздер. Сіздер просто осылай жаза салыңыздар да, каналды іздесеңіздер болады. Мыналар қалай жүргізіп жатыр. Мына денсаулық деген табыр канал шығып тұр. Міне мына жақта енді просмотр аз болып тұр, дегенмен де мынау көрсеңіз болады идея алу үшін. Мына денсаулық туралы ән деп тұр, мультфильм, бұл да өте хит болып тұр. Адамның салмағы. Міне адам организмі деген канал бар екен. Міне қараңыздар, мынау жақта өте әдемі. Негізі каналдың просмотрын жоғарылауы, каналдың тақырыбы, видеоның тақырыбы мен обложкасына қатты прям мән беру керек та. Қараңызшы, обложкасы өте әдемі да, прям кіріп ішін оқығың келеді. Кітаптың беті сияқты ғой. Мысалы, кітап қанша полезная информация беріп тұрса да, сіз сыртқы мұқабасына мән бересіз, дұрыс па? Сыртқы мұқабасы сізге қызық болмаса, сіз үшін көргіңіз келмейді. Ну, адамда да солай ғой, мысалға, сыртқы киімі или түрі әдемі болмаса, сіз онымен барып жақын танысып не істеген келмейді деген сияқты ғой. Бәрібір адамның сыртқы бейнесі жақсы рөл ойнайды ғой. Сол сияқты мынау видеоның да сыртқы бейнесі жақсы рөл ойнайды. Еще тақырып қойған кезде де бір алманың пайдасы, асқабақтың пайдасы деген сияқты емес. Сіз 3 күн бойы асқабақты жеп, осындай дерттен арылыңыз, или бір егер мынаны қолданбасаңыз бірден бүйтіп қаласыз деген сияқты бір адамда интригаға шақыратын сөйлемдермен жазсаңыз вообще күшті болады. Міне Шұбаттың ел естімеген пайдасы деп тұр. Ел естімеген пайдасы деген сөзі кішкене адамды қызықтырып тұр. Біз білмейтін тағы қандай пайдасы бар деген сияқты да. Ал егер просто Шұбаттың пайдасы десе, ол уже қызық емес деген сияқты да. Одан кейін міне кеш болмай тұрғанда остеопорозды емдеп алыңыз деп тұр. Осы да жақсы интрига ұстап тұр. Мәссаған деп адам көру керек, былай айтқандайша. Вот осылай. Енді алдағы уақытта бұл видеоларды және де нелерді, обложкаларды жасау жолын бұйыртса көрсетеміз.